Сәлем достар, бүгін сіздермен Сара, бүгін сіздермен осындай керемет бір салаттың рецептімен бөлісейін деп отырмын. Өте дәмді. Кез келген қонақтарыңызды ұялмай шығарып салатын салат болып шығады. Көктемнің кезінде дәрумендерге өте бай, иммунитетті көтеретін салаттардың бірі. Күнделікті жасап берсеңіздер де болады. Ендеше арнама жазылып, қолдау көрсетіп, лайк және комментария бөліміне өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Алдымен осындай капуста қажет болады, барынша балғын түрін таңдаңыздар. Міне енді капусталарымызды ұзынша етіп турап алатын боламыз. Міндетті түрде капусталарымыздың қатты жерін алып тастаңыздар. Міне дәл осылай барлығын осылай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Достар, қолданып жатқан ингредиенттерімнің мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жерден толықтай түсінікті етіп көре аласыздар. Міне капусталарымыздың барлығын осылай турап болған соң барынша үлкендеу ыдысқа орналастырып салып аламыз да, үстіне бір шай қасық тұзымызды салып, кішкене езіп, араластырып, тұзымыз сіңгенше капустамызды қалдыратын боламыз. Оған дейін біз сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Барынша майда үккішке өткізіңіздер. Үлкен бір сәбізді қолдандым. Үлкен сәбізімізді барлығын үккіштен өткізіп, оны да ыдысымызға салып алатын боламыз. Сәбізімізден кейін қиярымызды ұзынша етіп турап алатын боламыз. Мен бұл жерде кіші көлемді 3 қияр қолдандым. Егер де сіздің қиярларыңыз үлкен көлемді болса, 2 қиярда жеткілікті болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, дәл видеодағыдай қиқашынан ұзынша етіп турап алатын боламыз. Міне қиярларымыздың бәрін турап болдық. Ендігі кезекте укроп турап алатын боламыз. Укроптарымызды қатты майда етіп турап жіберудің қажеті жоқ. Кішкене ірілеу етіп турап аламыз. Дәл осылай келесі кезекте пияздарымызды да турап аламыз. Барынша жұқа етіп турасаңыздар. Пияздарымызды турап болған соң қызып тұрған тапамызға кішкене сұйық май құямыз да үстіне пиязымызды салып, қатты емес, азғантай қуырып алатын боламыз. Видеода барысында да көрсетіп өтемін. Міне біздің пияздарымыз қуырылып болды. Енді де оны салатымыздың үстіне салып, бір шай қасықпен қара бұрыш салатын боламыз. Өздеріңізге ұнаған дәмдеуіштер қолдана берсеңіздер болады. Мен жай ғана қара бұрышпен тұз ғана салдым. Енді барлығын араластырып, жақсылап мыжып, суы шыққанша араластырып алатын боламыз. Қолдарыңыздың күшін салып, жақсылап араластырыңыздар. Капустамыздың астында кішкене суы пайда бола бастаған кезде араластыруды тоқтататын боламыз. Сол кезде біздің салатымыз дайын. Жарты сағатқа бетін жауып қалдырсаңыздар, осындай қалыпқа енеді. Өте дәмді, дәруменге бай, бір жасағаннан балаларыңызға, отбасыларыңызға ұнайтын керемет салаттың рецебі. Ал достар, ендеше арнама жазылып, қолдау көрсетіп, сіз де балаларыңызға жасап беріңіздер. Бізге ас болсын, келесі кездескенше.